Әсем гүл. Тасты жарып шыққан гүл. 1945 жыл. Соғыстың аяқталар жалынды жылында. Кентау қаласында, тас арасында бір нәзік гүл көктей бастады. Кейбір гүлдер жазда жайқала тұрса, ақпан айында ақ қардың астынан алғаш бой көрсеткен бәйшешектей нәзік, бірақ қайсар, әсем гүл дүние есігін ашты. Тыныш, бірақ табанды. Бір қарағанда қарапайым өмір, бірақ әр шешімінде ерік, әр қадамында сабыр, әр үнсіздігінде тереңдік. Бұл Әсемгүл апаның жолы. Кей адамдар жай өмір сүрмейді, олар ізімен үнсіз тарих жазады. Бала Әсемгүлдің балалығы кең дала мен шексіз аспан астында өтті. Аяғына ілінген дала шаңы, ойын мен арманның арасын жалғап тұрғандай, маңдайын сүйген күн сәулесі, осының бәрі оның алғашқы әлемі еді. Ол көп жүгірді, құмды белестерден асып, желмен жарысқандай шапқылады. Кентаудың кең ауасында тұрып ақ Әсемгүл алысты сезетін. Қайда барарын білмесе де, баратынын іштей анық білетін. Тыныштық пен қозғалыстың арасында жүрегінде алғаш күрделі сұрақтар пайда болды. Қайда барарын білмесе де, баратынын іштей анық білетін. Тыныштық пен қозғалыстың арасында жүрегінде алғаш күрделі сұрақтар пайда болды. Мен кіммін? Мен қайда бет алып барамын? Сол сұрақтар, сол ішкі үнсіздік оны бір күні кең даладан үлкен қалаға келді. Мектеп жасынан зерек болған, әпкесімен етене жүріп, оқуын ерте бітірген 16 жасар Әсемгүл Кентаудан Алматыға аттанды. Қасында ешкім жоқ, тек қолында кішкентай шабаданы, жүрегінде үнсіз ғана бекінген сенім. Сырттай сабырлы көрінгенімен, ішінде толқын соғып жатты. Қорқыныш пен үміт, белгісіздік пен батылдық. Бұл жай сапар емес. Бұл тағдырға жасалған алғашқы қадам еді. Біреу үшін жаңа мекен, ол үшін жаңа өмір. Осылай жалғасқан студенттік өмірде Әсемгүл Сәтбаев атындағы политехникалық институтында білім алды. Таңмен бірге оянып, күнделікті тәртіппен жинақталып шығатын. Кітабы қашанда қолында, жүзі сабырлы, жүрісі нық. Оқуда зейінді, өмірде ұстамды. Сабақ пен тұрмыстың арасында жүріп те, ол еш қашан өз-өзін жоғалтқан жоқ. Ішкі тәртібі, тазалығы, өзгеге білдірмей жинаған күш қайраты оны басқалардан ерекше етеді. Ол өмірді даңғаза шуымен емес, тыныш талпынысымен жеңіп келе жатты. Сол тағатсыз өтіп жатқан тіршіліктің бір қарапайым күнінде, күтпеген сәтте болашақ жарығын кезіктірді. Дәл сол троллейбус аялдамасында. Меня ждете? Нет, я вас не жду. А кого вы ждете? Я жду свой 11 троллейбус. А зачем его ждать? Давайте уж поехали на своих 11. Каких 11? Вот таких? Хорошо. Да, мы вперед?
кейде ғұмыр бізге адамдарды байқатпай кенеттен кездестіреді. Сол күннен бастап Әсемгүл мен Емберген өмірдің келесі аялдамасына бірге бағыт бұрды. Махаббаттан отбасы туды. Отбасынан ұрпақ, ұрпақтан мән. Дәлдікке үйренген қыз енді жүрекке, ер азаматқа сенуді үйренді. Уақыт өте берді. Екі жастың арасындағы үнсіз түсіністік үлкен өмірдің іргетасына айналды. Бір күні олардың ең шын күлімдеген күні фотоға түсті. Той суреті. Естелікке толы таспаланған сурет. Бірақ ішінде 1000 сөзден артық үн бар. Мама – это опора. Мама – это надежный советник. Мама – это друг. Мама – это человек, который учит любить и быть любимым. Это уют, это семейный очаг, покорность, хранительница главная очага, да. Наверное, вот эта мудрость, женская мудрость. Я ценю в ней то, что сейчас невозможно научиться быть мудрой, умной женщиной. Для меня слово «мама» – это в первую очередь жизнь. А во вторую очередь это горный источник, это вода, без которой мы не можем существовать. Ну и воздух. Мама – это уют, это тепло, объятий, это любовь. Ну, в первую очередь, мама слово означает для меня жизнь. Өзім елестейтінім Әсем тәтенің бір үлкен бір бәйтерек ағаш болады да, сол ағашында жайылған ағаштың жапырақтарымен өз құшағында бүкіл әулетті сақтап тұратындай. Мен үшін ол ата-ананың үйі, балалар барған кезде қарсы алатын жылулықпен қорғап қолпаштайтын бір. Мен үшін ол кісі бір үлкен жанұялық үй. Дом, как я уже сказал, это дом для меня, для папы. Мудрость. Ну, а Пашка была со мной, когда родители уезжали там куда-то в командировку, или если братья там в другой стране, если Нуртай заболел, то она за мной ухаживала, мне готовила еду. Апа означает это жизнь и любовь. Для меня красота. Ну, 80 лет – это целая эпоха. А ей было когда-то 16 лет, она решилась переехать из Кентау в город Алматы. Мощнейшая решительность. Потом моя мама встретила моего отца. То есть моя мама подарила мне такую прекрасную жизнь. Я хочу ее поздравить с 80-летием, потому что ее жизнь полна событий, возможностей, детей, прекрасных моментов, которые сделали мою маму счастливой. Прекрасная жизнь, которая дает ей силы, возможности жить еще много-много лет. Я люблю свою маму за то, что она всегда со мной, она меня всегда оберегает, она всегда обо мне заботится. Я счастлив тем, что моя мама рядом со мной. С 80-летием, моя мамочка. Конечно, мамочка, я вас очень люблю. Живите долго. Знайте, что вы наш путеводитель. Будьте всегда с нами рядом. Ни о чем не думайте. Мы все сделаем для вас, чтобы вы были счастливы. Уважаемая, любимая мама, поздравляем вас с вашим юбилеем, с прекрасным возрастом. Вы очень мудрая, прекрасная, умная женщина. Я очень горжусь, что у меня есть такая мама. Желаю вам крепкого здоровья. Всегда будьте с нами, и мы всегда будем радоваться, что вы всегда с нами. Я хочу свою Пашку Әсемгүл поздравить с 80-летием. Такую долгую жизнь прожила, и для нас Пашка это все, значит. Наша Апа это, вот, а я опять повторюсь, это вот для нас все. Дорогая Пашка, я желаю тебе счастья и здоровья. Ты для нас вся жизнь.
Да, как Мангали сказал, вот ты для нас вот дом, а где ты это безопасность, любовь и все хорошее тоже. С днем рождения, с 80-летием, и да, мы любим тебя. С днем рождения, па. В общем, пока я не женюсь, то никуда не уходите. Зачем желать счастья, если оно у вас уже есть? Апа, я желаю вам здоровья и долгих лет жизни, но еще я вас очень люблю и ценю. Апа, я вам желаю долгих лет жизни и счастья. Я вас сильно люблю. Апа, я вам желаю любви и здоровья. И всего хорошего. Все свое детство я чувствовал заботу, опеку. Я рос счастливым ребенком вместе с моей сестренкой Айнурой. Благодаря нашему отцу, маме, то, что у нас никогда не было скандалов. Моя мама, Асинкуль, она вкладывала в семью очень многое. Себя, все свои желания она оставляла позади. Для нее было самым важным – это семья. Мой отец, она очень сильно о нем заботилась. Я благодарю свою маму за то, что она смогла создать такой очаг, который всегда был теплым, счастливым. Это, естественно, такое счастливое детство, оно мне позволило достичь многих высот, уверенности в себе, общего развития в себе. И все, что я перенял в своей семье в детстве, я все воплотил в жизни, когда женился на своей любимой Айгуле. То есть модель семьи, она была в моей голове сформирована, и, соответственно, на сегодняшний день я чувствую себя счастливым. Это все заслуга моей мамы, это все заслуга моей семьи, где я рос счастливым, всегда в полном достатке. Анам енді бақытым, менің тірегім. Сен болдықтан өмір керемет. Сенің мейірімің жүрегімді жылатады. Сенің бәрі оңай. Сен шексе жақсы көремін, анашым. Құрметті балаларым, немерелерім, менің сендерге ақ тілегім, дендерің сау болсын. Өмір деген гладкий дорога емес. Бір қыры болады, бір ойы болады, бір сайы болады. Соның бәрінен өтіп, жеңіп шығуларыңды тілеймін. Ұл балаларыма тілейтін қазақтың азаматы болыңдар. Ел қорғай біліңдер. Қыз балаларға тілейтінім әдепті, тәртіпті, алтын босағаларыңа енген күні сыпайы сызылған әдемі келін болыңдар. Өмір деген осылай. Өмірдің қуанышы да болады, ренішісі де болады. Өмірдің қиындығы да болады. Өмірдің сайы да, ойы да болады. Соның бәрінен өтетін батыр бала болыңдар, батыр қыздар болыңдар. Тауды бұзып, тасты жарып шыққан гүл сияқты Әсемгүл апа өмірді үлкен сөзбен емес, үлкен жүрекпен сүрген жан. Дауысы емес, тіршілігімен тәрбиелеген адам. Жазған дара жолы күнделікті қарапайымдықпен, өзіндегі биіктік және ризашылықпен қарайтын ұрпақ. Жай ғана әйел, жай ғана ана. Бірақ ғұмырдың әр сәтін қадірлей білген адам, сабыры, сабақ, мейірімі, мұра болған Әсемгүл апа. 80 жылдығыңыз құтты болсын.